Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін наконец-то жеңімпаздарға өздерінің мелдарын табыстап жібердік. Алматы, Шымкент және Маңғыстау облыстарына кетті. Байқасаңыздар, бүгінгі эфирімізде глиномелдар болады. Так, бізде бүгін сникерс и фисташка. Фисташка хрустик. Так, бүгін еще бізде глинадан 1 килограммнан 2 адам жеңімпаз болады деген едім. Бүгін соларды таңдайтын күн. Яғни мен уже таңдадым. Өзім таңдадым, яғни. Бізде бүгінгі жеңімпаздар Мадина Сүйінәли және Гүлфайруз. Мен сіздерді құттықтаймын. Маған теріс шығып, өздеріңіздің глиналарыңызды алуға адрестеріңізді, индекстеріңізді, толық ат жөндеріңізді жазып жүрсеңіздер болады. Ал бүгінгі эфирімізді бастайық. Достар, мен ұмытып кетіппін. Бүгін бізде паста бар. Паста бізде Астана розовая, слабосоленая. Алдыңғы эфирді осымен жүргізген. Бүгін бұл паста болды. Көрейін дедім, қалай болады екен. Бірақ жақсы шықты, тоже жақсы ериді екен суды. Қазір енді дәмін көреміз глиномелмен. Бізде бірінші сникерс. Күштісінай. Керемет еріпті, прямо. Сливочный болыпты. Еще Астана роза өте майлы. Глинамен құрақтау. Так, фиолетовый, уральская и мел. Бізде бұл фисташковый хрустик. Құрамында фисташка, уральская и мел бар. Твердылау, өйткені құрамында уральский бар. Керемет ерген ғой. Прям көмікті такой сливочный. Астана роза менде бірінші рет еріп тұттым. Ұнады.
Бұл сметана болғанда нанға батырып жей салатын, тура сол болған. Достар, мен сіздерді шын жүректен жеңістеріңізден құттықтаймын. Маған келесі видеоға шығып, өздеріңіздің толық мекен-жай, ат жөндеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Гүлфайруз және де Мадина Сейнали. Ал келесі конкурстарда кездескенше барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ешқандай реніш жоқ деген ойдамын. Шынымды айтсам, барынша стараюсь. Рахмет көп-көп. Сау болыңыздар.